Бүгін сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Отырыңыздар. Балалар, сақтаған назар аударыңыздар. Біздер биыл 8-ші сыныптың 490-да 5-ші бөлімнің практикалық программалық тақырыбын бастадық. Біз сол бөлімнің бүгін 4-ші аптасы 94-ші тақырыбына келдік. Алгоритмді программалық тақырыбы. Өткен сабақта біздер алгоритмді құру, мәселені қалыптастыру, алгоритмді қалай құрудың әдіс-тәсілдерін меңгердік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритмді программалық тақырыбы. Оқулықтарыңызды ашып қойыңыздар. 31-ші параграф. Бұл жерде мен сабақтың мақсаты ретінде балалар жалпы бөлімнің мақсаттарын алдым, себебі барлық мақсаттар бір-бірімен тығыз байланысты. Яғни Python программалық тілінде тасылманы модельдерін жасау, алгоритмнің трассировкасын жүзеге асыру, трассировканы өтіп бердік. Программаны өңдеудің кіріктірген ортасының компоненттерін бөлу және қолдану, цикл операторларын пайдалану. Яғни біз өткен цикл оператор. Енді сабақтың тақырыбына байланысты мен сол тақырыптың екі сөзден құралатын тақырыптан мен сіздерге сұрақ қойдым. Алгоритм дегеніміз не және программа дегеніміз не? Кішкене ойланып алыңыздар. Бізде екі оқушы жоқ та сабақта, біреуі ауырып жатыр, біреуі жарыста себеп. Жақсы, Бекарыс айтамын. Алгоритм дегеніміз қарапайым тілмен бір әдістен кейін екінші әдіс жасалуы. Яғни, мысалы компьютердегі алгоритмді алсақ, компьютерді оқығанда ол әдіс аяқталмағанша ол алгоритмді қайталай береді. Ал программа дегеніміз ол қалай айтсам болады? Программа біздің алгоритмді құрайды, және де программа компьютердің ішінде орындалады. Яғни компьютер алгоритмді есептеп отырып программаны шығарады. Отыра ғой. Келісесіздер ме? Компьютер алгоритмін түсінейін ме? Келіспеген алгоритм? Мысалы алгоритмді біз блоксылар арқылы ауызша бере аламыз, бірақ компьютер шыққан алгоритмді Я программа тілінде түсінеді. Ал программа дегеніміз не? Программа дегеніміз сол алгоритмді программа. Яғни компьютер түсінетін арнайы бір кодтардың жиынтығы. Жақсы. Балалар, кеше мен сіздерге ашық сабақ болады деп ескерткенде, біздің бүгін мектеп гимназияның оқушылары 7-8 олары футболдан жарысқа кетті, да? Екі футболист біздің арамызда отыр, бара алмай қалды, құжаттары дайын болмады ма? Бірақ мен осы арманда кетпесін сіздер, бүгін сіздерге футбол ойнауын ұйымдастырып жүрмін. Жақсы ғой, да? Футболды бәріңіз шешіндер ме? Қыздар жас еместер ме? Арылған үнемі. Футбол ойын ойнаймыз. Бұл ойында доп салу үшін бүгінгі тақырыпқа сай дұрыс жауаптар берілу керек. Ол үшін біздер топқа бөлінеміз. Мына жерден сонан карточка алайын да. Екі топқа бөлінеміз. Екі оқушы жоқ, мен тәртібінен алып қойайын. Бізде мынадай екі команда. Қызыл жейделі және көк жейделі команда екен. Бөліндіңдер ме? Екі топқа? Қызылдар сол жаққа барыңдар, көктер осында қалсын. Қызылсың ба? Көктер мында қалыңдар. Келіс. Енді бұл ойында
қазір старт командасы басылған кезде сіздер екі топ болғанмен сіздер ойламайсыздар, бір-біріңізге қарсы ойнайды. Сіздер бірігіп компьютерге қарсы ойнайсыздар. Түсінікті ме? Компьютер мен мұғалім ол мен, яғни сұрақ құрастырушы бір команда, екінші команда сіздерсіздер. Әрбір топтан бір-бір оқушыдан үшін сұрақтарға жауап бересіздер. Бастаймыз. Бірінші деңгей өзі барлығы бір деңгей, себебі уақытты аз. Бірінші сұраққа шыға қойды. Оқиды сұрақ. Алгоритм термині қалай пайда болған? Алгоритм термині. Жоқ, сен айтпа, мынаны басасын. Бірден бар. Екінші сұрақ. Шық. Алгоритмнің үш түрі бар екенін белгілі, төмендегі жауапта бір жауап артық. Бірден келесі шығады. Алгоритм компьютер құрасында белгілі бір шығады. Бір-бірден шыға білді. Есеп қандай? Алгоритм бейнелеудің тағы да үш тәсілі бар дейді. Қайсысы артық? Блок схема, математика, қарапайым тіл, программалау. Жанында тұр. Алгоритмнің орындаушы ретінде кез келген объект болуы мүмкін. Көбінесе біз адам немесе компьютерді орындаушы ретінде көреміз. Ал практикада нақты не немесе кім қолданылады? Нұсқау, оқушы, мұғалім, компьютер. Практикада орындаушы ретінде. Уақыт өтіп барады. Келесі сұрақ кім? Кім шыққан жоқ? Есеп біліп отырсыңдар ғой да өздері? Python программалық тілінде енгізу операцияны көрсетеді. If, else, input, print. Тыныш. Қазір сары қағаз. Жарайсың? Келесі сұрақ. Python программалық тілінде қазақша жазуға бола ма? Python программалық тілінде ма? Келесі. Python программалық тілінде шығару операторы көрсетеді. Ең соңғы сұрақ деймін, да? Алгоритмнің үш түрі бар екен. Соңғы сұрақ. Ең басқасына. Есеп 5-те 4. Жеңдіңдер, да? Яғни біздің 8-ші Б сыныбының командасы, екінші топ жеңіске жетті 5-те 4 есебімен. Так, жақсы. Есеп 5-те 4. Кім қандай сұраққа дұрыс жауап бермеді, білесіздер ғой, да? Көрдіңіздер ме? Так, енді менің сіздерге ары қарай жалғастырайық. Біз футбол ойнап болдық. Оппа. Так, енді қараңыздар. Жаңа мен сіздерді екі топқа бөлгенмен соңғы сәтте сіздерді біріктіріп жібердім. Яғни компьютер мен мұғалімге қарсы ойнауды. Енді осы жерде сіздерді екі топқа бөле тұра сіздерді неге біріктірдім? Осы кезде жаңа біздің өзіміздің ұлттық мақал мәтелдерді еске түсіріңдер. Көріп қойды. Жақсы, бірлік бар жерде тірлік бар. Жақсы. Айт, көрсең.
Бірлік түгіл береке. Жақсы. Так. Кілет жұмыра көтерген жүк жеген. Жұмыра көтерген жүк жеген. Жақсы. Тағы. Так, жақсы да. Қазақ тілі өте бай. Осындай мақал мәтелдерге. Так, оқи ойындар. Бөлінгені бір жайса, бөлінгені бір жайса. Алтау бала болса ауыздары кетеді, төртеу түгел болса төбелегі келеді. Бөлінгенде бөлі жейді, жарылғанда жау жейді. Бірлік жоқ болса ұйым жоқ, ұйым жоқ болса күйін жоқ. Бірігіп көтерген жүр жеңіл, мана айтылды. Так, жақсы, рахмет. Әрдайым бірлікте болыңыздар деп сіздерге үндеу жасаймын. Топқа бөлінгенмен сіздерде сынып бар, мектеп бар, аудан бар, қала бар, ауыл бар. Қала берді біздің еліміз Қазақстан бар, барлығымыз бірлікте болайық. Ары қарай жалғастырамыз. Енді бірінші тапсырма келдік біз нағыз тапсырманың несіне. Мынадай сіздерге үлестірген қазір тапсырма. Шараңыздар. Есептің шартын жоқ. Есептің шартын анықтап, компьютердің көмегінсіз есептейік дейді. Мен сіздерге осы тәсілді үнемі қолданамын. Дайын программаны көрсетемін, есеп не туралы деп. Ең бірінші жолға назар аударайық. Оқи қойыңызшы бірінші жол. Не дедің? Ағылшынша дұрыс. Дұрыс па? Count. Тең нөлге дейді. Count дегеніміз не ол? Түбірі сөз, содан шығып алған. Телефондар бар. Ал қолданыңдар, мен естеймін, білмейсің. Содан. Қандай да бір ассоциация жоқ па? Переводчикті білдер ме? Болдыр. Есептегіш. Міне. Орысша қалай бар? Үйде тұр ғой есептегіш. Электр энергиясын есептейді. Не қылып сонда? Счетчик дегеніміз да, есептегіш деп айтпаймыз. Бірақ айтуымыз керек қазақша. Жақсы. Есептегіш немесе счетчик. Нөлге тең екен. Бұл не сонда? Count. Қандай рөл атқарды? Мына сөз. Жоқ, неге нөлге теңестіріп тұр? Қазір күтіңіз. X нөлде үлкен болғансын нөлге теңестіріп тұр ма? Или қалай? Жоқ, X 2-ке қалысын нөлде. Сол үшін нөлге. Если X 2-ке қалысын нөлге қалдық емес, бұл нөлге теңестіріп тұрмыз. Бұл бастапқы айнымалы. Ары қарай кетіп оқиық. Жоқ, сендер маған қазір шоқыңдар. Ай нөлден 10-ға дейін үшін. X-қа енгізілген сан егіз, яғни жауабында сан егіз, біз бір сан жоқ, содан бір нәтиже шығу. Сан егіз, қандай да бір сан. Ары қарай. Біреуін жоқ бер. X 2-ке қалыс нөлге тең болады. Нөлге тең болады. Нөлге тең болса. Нөлден артық дегенді қалай айтамыз? 10 сан болса. Так, онда так, неше сан енгізу керек? Қателеспе, шыңыз.
0-ден 10-ға жеткенде кез келген 10 сан енгізу керек. Ол міндетті түрде 0, 1, 2, 3 емес. Кез келген мен аламын 7 дейін, -3 5, 6, 17, 189. Ағай 0-ден артық болу керек болса, -3. Неге болады? 0-ді енгізіп қоямын, 2-ні енгіземін. Так, сосын 8-ні енгіземін. Так, жауап не бар? Үш болады, қайда тұрыпсыздар? Екіге қалдысы бөлінсе және келісесіздер ме? Жауап 3 болады. Төрт болады ма? Үш болады ма? Жақсы қазір тексеріп көрейік. Көрініп тұр ғой да? Кім шығар? Арымшы. Егізем. Жоқ. Университет 5 бас. Мен басқа жүрмейді. Программа орындалмай жүр. Асына. Егізе бер, өзің білесің, қандай? Егізе бер. Келін егізің. Егізе бер. Жоқ, салай берсін, мен. Егізе бер. Өзі жетеді. 7, 8 егізе бер. 14. Так, 2 дейін. Ағай, 8 ма жазу керек, 2 ма жазу керек. Так, 2. 6. Так, 4 пен 6 есептеп тұр. Түсін тұғы да? Егіге қалдықсыз бөлінетін. Сіздер мана ойланып қалдар, нөлді есептемейді, есептемейді. Түсіндір ме? Яғни 2-ге қалдықсыз бөлінетін болса, сол сандарды, 10 сандарды ғана алады. Так, жақсы. Екінші тапсырма. Келесі бетте. Шыңғыс оқиғыш. Негізгі бүтін санның цифрларын қосындысы табылды. Мысалы 325 тең 3 плюс 2 плюс 5 тең 10. Сіздерге мен 4 таңбалы санның цифрларын қосындысын табу программасын құруды ұсынамын. Яғни 1980 тең 18. Түсініп тұрсыздар ма? Бүтін санның цифрларының қосындысын табылды. 325 болса, 3 қосу 2 қосу 5 тең болады 10. Ал мен сіздерге 4 таңбалы санды ұсынып тұрмын. 1980 деген санды. Неге 1980 жыл ұсынып тұрмын? Жақсы, ол туралы сосын айтам. Сіздер есепте ойландар, қалай шығарамыз? Так, дәптерлерге сол басын сызыңдар. Не істеуіміз керек? Қарапайым түрде есеп шығарайық. Алло? Так, 1980 деген сан. Неше болады? 18. Бір қосу 9 10, қосу 8, 18.
Біріншісі бізге не шығу керек? Бір шығу керек. Дұрыс. Так, бір саны қалай шығады бізде? Осы санды енгіземіз ғой. 1980 енгізу керек. Содан бізге жаңағы сандарды шығарып қосындысын табу керек. Қосылатын саны 1980 мен қандай математикалық амал жасауға? Бір сан шығу үшін. Азайту бар? Балалар, еске түсіріңіздерші. Программированияда бөлудің неше тәсілі бар? 9-дан 8 алыпсыздар. Бөлудің неше тәсілі бар? Иә? Неше? Үшеу. Ол қандай? Так, жоқ, біріншіден бастаңыз. Бірінші. Бүтін соңшы ол. Біріншісі қарапайым бөлу. Екіншісі. Екі сызығы бар. Ой, екі сызығы деп айтты. Қалай бөлу? Так, бұл қандай бөлу? Қалдықсыз. Анау бірінші шығарып береді, мынау қалдық шығарып береді. Ал процент ол не ойлайсыздар? Соңғысы қалдықсыз. Пайыз белгісімен бөлгенде біз қалдықсыз бөлдік. Яғни мынада қалдық аламыз. Так, сонда қайсысын қолданамыз? Қалдықсызды. Так, яғни 1980. Айтыңдар, жазың ба? Қалай болады? Бір шығу керек, кейін болады. Көбейту қосу. Бөлісінеміз ба? Бәріне бөлі соғып шығамыз. Бәріне бөлі шығамыз. Міне бір бөлі 9. Толық сан алды, толық сан. Так, ойланамыз. Абай бірге 9-ын өтеміз, 8-ін өтеміз, екеуі азыртып. Шыңғыс, біз көбейту туралы әңгіме қозғаған жоқ. Біз тек қана бөлудің үш тәсілін айттық. 1980-нен бір шығару үшін. Өз-өзіне. Так, жақсы, жақсы. Мен сендерге келе келдім. Жақсы, ойланыңдар. Қалдық пен бөлек. Мынау. Бегарыс бастап кетті. Сан дегеніңізге 1980, үстіне астына шығарып болады. Қолданбаймыз. Қолым қажет жоқ бұл жерде. Айтып жейін, жаза бер, ойын жаза бер. Мен сіздерге подсказка бердім, мына үшеу. Осы үшеудің қайсысын қолданыстар өздеріңіз. Иә? Ой, 1980 өз санды өзіне өзі бөлу. Есеп, оңай есеп емес. Бұл пока.
Бізге неше амал керек? 4. Мен сіздерге басын көрсетейін. Басында 4 таңбалы сан енгізуді сұрайды. Кез келген. Ол 1980 бә 2023 бәрі кез келген 4 таңбалы сан енгізу. Келісесіздер ме? Тең. Ол күнделікті біздің қолданып. Келесі мыңдықтарды есептейді. Мыңдық. Жүздік, ондық, бірдік. А бөлу мың. Сосын А бөлу 100. А бөлу 100, А бөлу 10, А бөлу 1. Жоқ. Бұл жерде енді Ағай, 1980, 198, 19, 1. 1980. Мана бір сұрақ бұл. Python программы түрінде қазақша жазылым бола ма? Болады екен. Бірақ ол бізге қажет пе? Қажет пе? Не қажет? Қажет емес. Мен не үшін жаздым бұл? Қажет. Мына сұрларына негізі программа тілінде ол сұрларды мысалы қандай да бір программа шығаратын болса ұмытып қалмау үшін емес есте сақтап қою үшін жазып отырады. Түсінікті болу үшін да. Сендерге түсінікті болу үшін алып тастайын. Так, көшіріп алыңдар. Енді жазылып тұр ғой. А бөлу мың. Жауабы шығады. Келесі бізге қандай сан еді? 100. Келесі бізге мына 9 керек. Мына бірді шығарып алдық, мына суырып алдық. Келесі бізге 9 суырып алдық. Иә? 980. Енді 100-лік емес пе? 980 100-лік емес пе? 100-ге бөлеміз. Бірақ қалай бөлеміз, оны ойлаңдар. Содан кейін 88 шығарып алуымыз керек. Бұл жерде жаңағы бөлулердің комбинациясы кезінде уже ойланды. Так, жинамыз ба? Енгізді. Pythonға енгізулеріне батыр жинам. Бірден. Мың 980 100-ге бөлсек неше шығады? Неше? Ойланайын. Мен сіздерге көбіне айтамын да. Есепті Python'да да жаза білуім бар. Қателесеңдер бізге қоясыңдар. Қателесеңдер бізге қоясыңдар. Метод пропаши. Тоғыз жыл үшін не істейміз? 1980-ді 100-ге бөлсек не шығады? Екі тұғайлы ғой? 19 шығады. 19-дан 9 шығады үшін. Олай болмайды екеуі.
1980-ге бөліктеу деген болса. Бірінші есеп математикалық түрде түсінемін. Мыңдық деген не ол? Мен түсінікті болу үшін мыңдық деп жаздым. Мен М деп жазып кетпейді ғой. М деген мыңдық. Түсіндіңдер ме? Айнымау ғой. Жүздікті Ж деңгер, ондықты О деңгер, бірлікті Б деңгер. Так, мынау екінші тәсіл. Так, үшіншіде біздер 10-ға бөліміз керек. Бізге мына 8 шығу керек. Так, төртіншіде 0 шығу керек. 0 керек па бізге? Егер 83 болса не істейсің? Біздер білмейміз ғой, 1980 бола ма, 83 бола ма. Сондықтан барлық жағдайда дайын болу керек. Кез келген сан деп айтты. Яғни 0-де де шығару керек. Бірді шығарды. Жоқ, бөлек-бөлек орындайсың, төрт амал. Ең соңында сосын қосамайсың. Бірді шығардың ба? О, міне басы бар. Енді 9-ды шығар. Бөлек-бөлек істейсің ба? Олай да olur. Анам, көшеге ол шешіп. Как это істеді? Уақыт кетірмеңдер. Сен егін ұдансың? Да. Спайды жоқтан? Это жоқ. Шешейді. Уақыт өтіп бара жатыр балалар. Күнін пайдалану. Тоғыз шықты. Шықты ма? Сен екі таңба алсаң қашан шығардың? Енді үшіншісін шығар. 8. Жоқ, 8. Иә, ол. Шығып кетеріз. Жалғастырыңыз. Бір емес қой. Just как это? Шаңғы істей болады. Орынбек. Есер. Барлығы тек тақтадан жазылған. Енді осы шыққан санның 8 шығыш. Қалды шығыш. Келсін. Балалар, бір амалмен шектелмейсіздер мына жерде. Екі амал кетіп қалады. 1980-ді 100-ге бөлгенде 19-нан 8 шығады. Оны біздер бөліміз керек. Неге тең болады? Тең болады керек емес. Тең болады емес. Бөлімі.
Қалдықпен бөлгенде қалдық шығады. Мысалы 198-ге бөлгенде 198 Иә, 8 шығады. Иә. Қалай бөлеміз? Мында да шығып кетеді мынадай берсек. Мына сияқты мында бөлгенде бір шықты, мында да сол шықты, мында шықты. Керісінше. Біз мына бөлудің тек қана екеуін пайдаланып болдық. Бізге қарапайым математикалық бөлу керек емес. Бізге қалдықпен бөлу және қалдықсыз бөлу амалы керек. Мына екі. Мен білмеймін. Өзің қара шеш. Бөліп қара шеш, бөліп орында қара шеш. Мне кажется, бөліп шығармады. Да? Әрбір бір амалды бөліп. Неше шықты? Андрей шықты сосын. Екі шықты. Екеуі шықты дейсің бе? 100 шықты, да? Қалай сенің жүз? Неге мың? А бөлінген мың болмайды. Жоқ, А бөлінген мың и қалдықсыз бөлінген 100. Так, сен бөлек шығарғанда? Я бәске. Бөлек шығарғанда да сен қателесіп тұрсың. Мен 100 орнына мың орын қойдым. Енді қалай өсіп шықты? 100, А бөлінген 100, мен қалдықсыз бөлінген 9. Жоқ, біріншісін қозғалам, біріншісі солай қылам. А бөлінген мың. Екіншісінде 100-ге бөлесіңдер. 100-ге бөліп, сосын 10-ға бөлесің. 1980-ді 100-ге бөлесің. Неге қалдықпен? 19 шығар? Оны 10-ға бөлесің. Пайызын. Сонда 9 қалдық қылмайды. Иә. Факт өтеді. Так, балалар, былай істейік. Мен сізге қазір бұл есептің шешуін көрсетейін. Бірақ бұл мынандай мәселе. 4 таңбалы санның қосындысын, цифрлардың қосындысын шығарды. Мен сіздерге 3 таңбалы деп басында көрсеттім ғой, 325. Кез келген 3 таңбалы санның цифрлардың қосындысын табуды өздеріңізге қалдырайын. 3 таңбалыда ойланыңдар, мына мыңдықты алып тастайында ағайдың 2, 3, 4 амалды қолдана алмаймыз. Ол ондай номер жарамайды. Түсініп тұрсыздар ма? Себебі ол шықпайды. Қараңыздар, 100-лікті аны 100-ге бөлеміз. Алпен, сосын қалдықсыз 10-ға бөлеміз. 10-лықтарда аны 10-ға бөлеміз. Қалдықпен, сосын қалдықсыз 10-ға бөлеміз. Бірліктерде 10-ға бөлеміз. Қосындыны есептегенде 1000-ды қосу 100-ді, қосу 10-ды қосу 100-ді.
санында енгізейік. 1980 18 шықты дұрыс бұл да? 18 шықты. Қарадыңыздар ма? Үш таңбалы санның цифрларында мынаны жауып тастап, мына үшеуін қолданамыз деп ойламаңыздар. Балалар, қараңыздар. Ондай номер өтпейді, түсінді ме? Үш таңбалы санда, мысалы, 325-ті немесе 198-ті бір шығу керек. Одан кейін мынау болмайды. 9 шығу керек, сосын 8 шығу керек. 0 керек емес. Ол кішкене шым-шытырық болады. Қараңыздар бұл да, түсіндіңдер ме? Дәптер жазалдар, мына амалдар жазалдар болды. Басқа түгел керек емес компьютерде болды. Амалдар жазалдар. Дәптерге жазалдар. Бірінші амал жазып отыр. А бөлінген мұны. Мына 4 бөліп жазалдар болды. Еді, жазып алғаннан кейін телефондарын аламыз. Бізге сабақты бекіту мақсатында программада кеткен қателерді орындау керек. Мен сізге ссылкамен жібердім. Топқа жібердім ссылканы. QR-кодпен де жасау болады. Яғни программада кеткен қателерді түзету. Ашылды ма? Телефон. Как жылдам қойыңыз? Прекрасно красавчик. Красавчик. Қателер кетесің орындардың. Программа дұрыс жазып. Міне. Қолмен алып, сөйтіп бересің. Так, сіздер өздеріңіз телефонда, өздеріңіз. Қарамаймыз тақтар. Жылдам. Bolunlar mı?
Таблица видит хаттарны жазамын. Помнишь мой? Таблица видит показано. Бегарс, Аружан, Утиш Аружан deyip, yani kalanlar bulmayasın mı? Так, жақсы болды. Сабақ аяқталды. Доғарамыз, болды уақыт жетті. Егер тапсырма 31-ші параграф және 174-ші беттегі 4-ші есеп. Америкада тұратын болсын туралы. Так, балалар, кері байланыс ретінде SMS тәсілімен, яғни бізде группа бар, соған сабақта не ұнады, не ұнамады, қандай нәрсе түсініксіз болды, соны жазып едіңіз. Қысқаша группада да SMS жазыңыз. WhatsApp группада. Жақсы сабақ аяқталды.